Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгінгі жасалатын тағамымыздың түрі сметаник. Оның құрамы үлкен 1,5 кесе осындай ұнымыз, үй температурасындағы шамамен осындай сары майымыз, кішкене кесемен, шай кесемен 1 кесе ұсақ қантымыз және разрыхитель, 1 штук жұмыртқамыз. Осылардың барлығын ұнымызға қосып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Ұнымызға разрыхителімізбен майымызды, қантымызды қосып, осылай песок қылып, қамырымызды жақсылап илейміз. Сосын соңында 1 жұмыртқамызды қосып, қамырымыздың басын біріктіріп, жақсылап илеп аламыз. Қамырымызды илеп болдық. Жақсылап басы бірікті. Осындай сап-сары әп-әдемі қамыр шығады. Енді осыны мешокқа салып, жарты сағат холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасын қазір барлығын көрсетемін, құрамын. Біздің салмамыздың құрамы 4 штук жұмыртқа, 20% магазиннің қаймағы, сметаны және 1 кесе ұсақ қантымыз. Енді бастаймыз. Қаймағымызды ыдысымызға салып, жұмыртқамызды құйып, және қантымызды салып, құралымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Барлығын салып, жақсылап біркелкетіп араластырып аламыз. Көп араластырмаймыз. Тек 10 секунд қана барлығын араластырып жүрсек болғаны. Бағанағы холодильникке дайындап қойған қамырымызды осындай тапамызға жақсылап астына бүйтіп жайып салып аламыз. Негізі арнайы формаға салу керек. Менің арнайы формам болмағандықтан осындай нан салатын тапама кәдімгідей жасаймын. Қамырымызды 2-ге бөлеміз. Бір бөлігімен жиегін жасайтын боламыз. Бір бөлігін осылай астына жақсылап орналастырып шығамыз. Қамырымызды өстіп, астын бәрін өстіп төсеп, жақсылап орналастырып аламыз да, жиегін жарты қамырымызбен осылай жасап шығатын боламыз. Жиегінің барлығын осылай қолымызбен әдемілеп жасап шығамыз. Барлығын осылай жабыстырып, әдемілеп салып алғаннан кейін, жиегін тегістеп, осындай белгінің көмегімен әдемілеп тегістеп шығамыз. Кейін дайындап қойған салмамызды жақсылап құйып, алдын ала қыздырылып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай жай қойып пісіріп алатын боламыз. Достар, біздің әп-әдемі сметанигіміз пісіп шықты. Дайын. Енді біз бұны 2 сағат суытып қоямыз. Әбден суытып қойғаннан кейін барып алатын боламыз. Өйткені начинкасы бетіне салған салмамыз, яғни шамалы кеберсіп, қатаю керек. Ыстықтай кесуге болмайды. Сондықтан 2 сағаттай әбден толық суығанша суытамыз және 1 сағаттай холодильникке салып аламыз. Достар, әбден суығасын осылай кестік, дайын болды. Өте керемет. Мен дәмін көрдім, дәмі де әп-әдемі. Осылай бір жасағаннан әдемі болып шығады. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Біздің видеомыз ұнаса, достар, сіздерге лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.